ой туат. Қандай ой туат? Біздің сұмырайлар не істеді дейсің ғой? Қазақтың өз байлығын өзіне бұйыртпайды. Өзінің байлығын өзіне бұйыртпайды. Енді жұмыссыз, үйсіз, күйсіз қаңғып жүрген қазаққа тым құрыса бар, шетелде қара жұмыс істеп болса да жан бағатын жол тауып бермейді. Қандай бақытсыз халықпыз. Ашынғаннан айтамыз ғой. 30 жыл мақтанып кеттік емес пе? Ішкенімізге мақтандық, ет жегенімізге мақтандық. Қой қазақтың ырысы, барлығың байлығың тойға шашылсын деп мақтандық. Ойбай, қасқырмен қазақты ет жегенде мазаламау керек деп мақтандық. Қазақтар дүние жүзі бойынша ет жеуден екінші екен десе мәз болып күлдік. Сөйтіп дүниенің артында қалғанымызды, адамзаттың сорлысы болып қалғанымызды кеш білдік. Назарбаевты қолдан құдай жасап едік. Сөйсек, ол құдай емес, әбіліс болып шықты. Енді Тоқаевты алдап жатырмыз. Ойбай, Тоқаевқа орай берейік деді қалың сұмырай шығып. Біреу біліп, әдейі алдап отыр, себебі ол жуынды ішіп отыр. Ал қаншама халық надандықпен, көрсоқырлықпен, білместікпен соған нанып сеніп отыр. Енді қазақ қай уақытқа дейін осы бейшара халде боласың? Қашан есіңді жиясың? Қашан бір жақсы өмір сүруге болады? Мына дүниеде біз азаппен өтіп кетеміз осылай. Қашан қазақтың жерінің асты мен үстінің байлығы қазақтың өзіне бұйырады? Қашан жақсы өмір сүреміз? Ойланайық. Менің айтайын дегенім осы. Аман сау болыңыздар.